Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді әрі ерекше өзбек палауын жасайтын боламыз. Сондықтан видеоны соңына дейін қарап шығыңыз. Ол үшін бірінші ыдысымызға сәбізді видеодағыдай етіп, жұқалап, майдалап турап шығамыз. Соң біздің пиязды да видеодағыдай етіп тураймыз. Одан соң 2 болгар бұрышын алып, оны да біздің сәбіз секілді соломка етіп тураймыз. Сосын бізге қой, сиыр немесе жылқы еті қажет болады. Одан соң қызып тұрған майға біздің пиязды жақсылап алтын түстес болғанша қуырмалап аламыз. Біздің пияз қуырмаланып болды, үстіне етті салып араластырамыз. Ет қуырмаланып болған соң үстіне сәбізді, болгар бұрышын дәміне қарай тұзды салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Сосын оны 15 минут қуырып аламыз. Одан соң қайнап тұрған суды құйып, біздің етіміз дайын болып толықтай піскенше қайнатамыз. Достар, осындай ерекше картоптың рецепті қажет болса, каналға тіркеле кетіңіз. Себебі бұл рецепт тек подписчиктерге ғана көрінеді. Сіз маған тіркелсеңіз көре аласыз. Етіміз толықтай піскен соң оны шығарып алып, күрішті қосамыз. Күріштің бетін толықтап тегістейміз. Сосын оның суы тартылғанша қайнатамыз. Суы тартылған соң етті салып, бетін басып қойып, 45 минут пісіріп аламыз. Сонымен біздің өте дәмді әрі ерекше, дәмін көрсеңіз сізге бірден ұнайтын өзбек палауы дайын. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп лайк баса кетіңіз. Ас болсын!